достар, жылдам оқу сабағының екінші бөлігіне қош келдіңіздер. Біз бүгін екінші сабақта кітапты қалай дұрыс таңдау керектігі туралы сөз қозғаймыз. Бәлкім сіз кітапты оқып жүрсіз, аптасына 1-2 кітап бітіресіз, десек те сіз кітапты дұрыс таңдай алмасаңыз, ол кітаптан алатын пайдаңыз шамалы болып қалуы мүмкін. Сондықтан да мына сабақты барынша үзбей, өзіңіздің фокусыңызды бір ортаға жинақтап, бірден көріп шығыңыз. Кітапты таңдау кезіндегі назар аударатын бірнеше мәселелер бар. Ол ең алдымен біздің кітапты оқудағы мақсатымыз қандай? Біз өзіміздің тұлғалық даму мақсатында ма, немесе белгілі бір мәселелерді шешу мақсатында ма? Осыны анықтап алған жөн. Және де соның нәтижесінде біз өзіміздің ойымызды жинақтап, ол жерден пайда алу үлесіміз арта түседі. Екіншісі бұл ұсыныс кітабы. Бұны қалай түсінеміз? Мысалы, дәл қазіргі таңда бүкілдің өзінде өзінің ісінің мамандары жетіп жатыр. Және де олар осы немесе кәсіпкер болатын болса, кәсіпкерлер оқу керек болған 10 кітап, немесе профессорлар болатын болса, белгілі өзен саласында оқу керек болған 3 кітап деген секілді айтып жатады. Марғұлан Сейсенбай 10 кітапты айтады. Және де Марк Цукерберг 3 кітап, әрбір қазақ баласы оқу керек болған 100 қазақ әдебиет кітабы деген секілді. Бұл сұрыпталып алынған кітаптар, және де оның барлығы сізге де басқаларға да өте пайдалы болатын кітаптар. Үшіншісі бұл шолу. Біз кітапты көрген кезде толықтай бір шолып шығуымыз керек. Шолып шығу дегеніміз қалай? Бұл сіздің киім таңдап жатқан кездегі киімді киіп көріңізбен теңдеп айтсақ. Сіз ол киімді киіп көресіз, және де ол сізге шақ келді ме, сізге жарасып тұр ма? Дәл сол секілді кітапты да ең алдымен мұқабасына қараймыз, оның ішкі парақтарына, қанша беттік, мазмұнда қандай тақырыптар қамтылған, соның барлығын бір қарап шыққаныңыз өте дұрыс болады. Ал кітапты ашқан кезде ең алдымен оның парақтарына баса назар аударыңыз. Егер ол парақтары өте жұқа болатын болса, бірінші беттен екінші бетіндегі жазулар көрініп тұратын болса, ол біздің көзімізге зиян тигізеді. Сондықтан да барынша қалың парақтары бар кітаптарды алғаныңыз тиімді. Және де екіншісі бұл шрифті. Шрифт біз мектептен бері Таймс Нью роман шрифтімен оқимыз, және де қазіргі күнге дейін оқимыз. Кітаптарды дәл сол Таймс Нью роман шрифтімен жазылғандарын таңдасаңыз, сіздің миыңыз оған үйренген, және де жылдам оқуға өзінің дұрыс әсерін тигізеді. Ал егер оюы бар, оюлы ерекше бұрын көрмеген бір шрифттардың түрі болатын болса, ол кезде сіздің миыңыз қайтадан үйренуге тура келеді. Үшіншісі, ол жердегі кітапта болған суреттерді де бір қарап шыққаныңыз дұрыс. Себебі ол кітаптар сол мәтінге байланысты, тақырыпқа байланысты, немесе контекстке байланысты әртүрлі мағына беріп жатады. Және де олар сапалы болғанына баса назар аударғаныңыз жөн. Барлығын көріп болғаннан кейін, суретін қарасаңыз, шрифтін қарасаңыз, парақтарын қарап болғаннан кейін, бұл ең маңызды бөлігі мазмұнын қарау. Мазмұнын қарау дегеніміз бұл қаланың картасы секілді. Қай жерде не орналасқан, қалай жүру керектігі туралы сізге бір бағыт беретін. Сіз мазмұнын ашып қараңыз, және де сізді ол жерде қызықтыратын тақырыптар бар ма? Соларға көз жүгіртіңіз. Егер болса, сол тақырыпқа ашып, оқып көріңіз. Егер сізді қызықтырып жатса, қызықты мәліметтер беріп жатса, ол кітапты сатып алуға тұрарлық. Және де ең соңғы біздің көңіл бөлуіміз керек болатын нәрсе бұл қорытынды. Біз кітаптың қорытындысында оқи аламыз. Ол жерде бұл кітапта не туралы айтылған, кім автор не жайлы айтқысы келді, барлығы кішігірім қамтылған. Сондықтан да дәл осы жоғарыда айтылған негізгі түйіндерді назарда ұстағаныңыз абзал. Тағы да бір қоса кететін бір жайт, бұл 50 бет деген ғалымдардың зерттеуіндегі әдіс бар. 50 бет. Сіз кітапты оқу барысында алғашқы 50 беті сізге қызықты болатын болса, кітапты оқып жалғастырыңыз. Ал егер сізге алғашқы 50 беті қызықсыз болса, сіз өзіңізді қинап оқып жатсаңыз, дәл сол жерден сізге тоқтатуыңызға болады. Себебі сіз өзіңізді қинағаннан ешқандай пайда жоқ. Сіз ол жерден кітапты тиімді жақтарын көре алмайсыз, немесе өзіңізге пайда ала алмай қалуыңыз әбден мүмкін. Екінші сабақтың жалпы тақырыбы осы болды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.